Бәріне сәлем, қалайсыздар достар? Сіздермен байланыста Құлан Мырзаның жеке project менеджері Ағаділ. Бүгін біз сіздермен өте керемет пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламыз. Ол дизайн қалай жасаймыз және оны қалай тартымды ететін боламыз. Хорошо, бүгін мен сіздерге соңғы сабақ болғаннан кейін мықты бір пайдалы информация, реально пайдалы әдемі визуал жасауды үйрететін боламын. Мен профессиональный дизайнер емеспін, но сонда да мен осындайларды жасап үйреніп жүрмін, жасай аламын және сіздерге үйрете аламын деп айта аламын. Хорошо, көбісі сұрап жүр, именно осындайларды қалай жасау керек и мынаны қалай жасауға болады осындай. Хорошо, неге оралайық? Дизайн. Біз қолданамыз қазір Canva и Photoshop. Photoshop егер қиын болса, Canva-ны қолдана берсек болады. Хорошо, кеттік. Уровень начинающий. Любой адам жасай алады, абсолютно любой. Қазір мен сіздерге бәрін көрсетемін, қорықпаңыздар, смело. Инста-карантин фриланс марафонынан қарап жасаймыз. Хорошо, дизайн постов. Мен ерде 4 нәрсені қолданам, реально. Ол біріншісі минимализм, яркие цвета дейді, екіншісі ашық түстер, потому что мына түстер адамды не істейді, тартады өзіне и адамға қарауға оңай болады да, көзін ауыртпайды. Ең басында мен есімде, мен мынандай дизайндар жасағам осындай. Ең біріншіден сол кезде маған Құлан Мырза айтты, мынау кішкене көзді тартпайды, басынан жасап көресің бе? И мен сразу есіме түсті, осындай бір трендте дизайндар келе жатыр осындай. И мен сразу осыны жасап бастадым. Потом адамдар маған жазып бастады, қалай жасайсың, қиын ба, фотошоппен жасайсың ба деген сияқты. Мыналардың бәрін мен фотошоппен жасадым, естественно. Но мына жақта көбісін мен Canva-мен жасаған болатын. Почти Canva-мен жасаған болатын. Хорошо, кеттік. Потом стоковые фотографии, тренды и поп-арт. Ол туралы қазір мен сіздерге айтатын боламын. Ол новый тренд. Олар мынандай нелер. Андай Билли Айлиштің несі суреті, потом статуэтка, мынандай суреттер, адам қыздың бетінен гүл шығып тұратын. Хорошо, потом әдемі шрифт, естественно. Әдемі шрифттер туралы қазір сіздерге айтатын боламын. Қандай шрифттер жақсы, қалай загрузить етеміз олардың бәрін. И сіздерге мощный и пайдалы сайттардың тізімін ұсынамын. Құны вообще бесценный. И как он? 3 сайт бар: FreePic, Pinterest, Unsplash. Хорошо. Кеттік, ең бірінші біз 3 сайтты қарай. Хорошо, сіздерге обзор жасап кетейін. Достар, бұл нереально пайдалы ақпарат. Мен бұларды жарты жыл бойы іздеп, мен мысалы Pinterest деген сайтты мысалы көбісі біледі, бірақ мондай мощный заттар бар екен білмейді да. Осыны жарты жыл бойы мен өзімді дамытып, дизайнерский қабілеттерімді осыларды жинаған болатын. Хорошо, кеттік достар, FreePic-ке кіріп көрейік. FreePic деген сайт freepik.com деп іздейсіздер Google-ға, Яндекске. Бұл не сайт? Бұл жерде любой сурет бар, абсолютно любой дизайнерлер қолданады бұны. PNG форматта, мынандай қазір мен алдында қолданатын суреттер, Инстаграмға шаблондар, посттар, бәрі бар бұл жерде. Платный да бар, бесплатный да бар, бірақ платный мен сіздерге айтайын, қалай скачать етуге болады. Мысалы қараңыздар, платныйдың төбесінен мындай корона тұрады, оның бетіне басасыздар да тупо. И мактарда мысалы екі нені басу, екі рет басу, нере тұрамыз, сохранить изображение дейміз. И все. Мысалы бір проблемаларын шешіп бердім. Хорошо. Бұл жерде не бар? Бұл ағылшынша, мен әдейі ағылшынша қойдым, потому что кішкене түсінікті. Оңай. Нерде, сол жақта жоғары жаққа қарайтын болсақ, вектор дейді. Бұл жерде баннер, background, animals, graphics, design elements. Қараңыздар, кіріп көрейік, мына жақта бүкіл нәрсе бар мына жақта. Мынаның бәрін біз, бірақ бір минусы, өзгертетін болсақ, фотошопты өзгерткен дұрыс болады. Потому что Canva-ға апарсақ, ол жақта ластик жоқ, өшіре алмаймыз бұларды. Қараңыздар, нереально. Блин, айтамайым мен. Бұны тапқан кезде мен қатты қуандым, реально. Қараңыздар, мына жақта неше түрлі фондар, блин, айтамайым. Дизайнды мысалы, вот, мынау мысалы. Это, блин, мынауға мысалы. Маған 1 миллион теңге алып келген фриланс сайт. Блин, нереально, почти сол екен. Қараңыздар, көріңіздер, background бәрі. Мен мысалы осы жерден элементтер аламын да, сіздерге үй жұмысын беретін
значоктор, белгилейтин значоктор, сол жерден осы үч жерге элементтер алам. Келесі, хорошо. Давайте мынаны тағы да бір рет нетейік. Мына жерде нелер бар тағы да. Бұны скачать ету туралы айтпаппын. Мысалы қараңыз, сізге мынау дизайн ұнап қалды. Жоқ, болатын екен. Давайте фрипикті басып көрейік. Сол, кетті, қараңыз. Давайте сіз мынаны алғыңыз келді да. И бұны жазу үшін біз download деген басамыз. И free деген басамыз жерде. Мынаны басамыз. И жерге төмен қарай түсті. Потом оның үстіне басамыз. Открыть. Сырғыр кетті. Хорошо. Жерге менде көп скачать етілген соң жоқ таппай қалды арасан. Уже кеттік. Кеттің дейді. Кеттің. Кофе дейма. Қараңыз жерге zip деген ашайық. Еще раз қайтадан кетті. Достар, мен көп скачать еткен осындайлар и нереально компьютер толып қалды. Айып етпеңіздер. Так, бұл сондай ма еді? Міне. Қазір кірді и мынаны аламыз да. Тупо Photoshopқа либо Canvaға лақтырамыз. Соны жерге аламыз да. Photoshopқа келді. И тас саламыз. Все, бұл дальше Photoshopты өзгертеміз бұны. Өшіре салайын. Хорошо, кеттік. FreePic неше түрлі элементтер. Мен сіздерге айтайын, реально Shonbai онлайн бүкіл дизайнерлері осыны қолданады. Абсолютно осыны қолданады. Реально. Бұл жақта бәрі бар. Неше түрлі трендтегі дизайндар. И хорошо, кеттік. Келесі Unsplash деген. Бұл сіздерге нереально качественный, өте әдемі фотографиялар береді. Стоковый фотографиялар. Мысалы, сіздер мынандай бизнесмендер білесіздер ғой, мысалы мынандай сурет алады да, сторине салады да, нелеріне жазулар жазып қояды, әдемі көрінеді да. И қазір тренд болып отыр. Мына жерде бұл ағылшынша орысша ауыстырып қойсаңыздар болады. Бұл жерде кәдімгідей бұның бәрі бесплатный, по идее. Скачать ету үшін мен ноутбуктан скачать етіп көремін, бұны мен только соткамен қолданамын. Экран бет, екі рет басып, сохрани изображение. И все болды. Қолданыңыздар, өте пайдалы, күшті дизайн, бәрі әдемі. Мықты, качествосы тема. Хорошо, достар, енді ең соңғы ол Pinterest. Мен осыны жақында ғана 2 апта бұрын ғана тапқан болатын. Нереально, мына дизайндардың бәрі көбінесе Pinterest'тен алатыннан бәрі. Алардың көбісі Pinterest'тен алады. Давайте кіріп көрейік Pinterest'ке. Вот, это тот самый Pinterest. Бүкіл дизайн. Нереально. Новый тренд, поп-арт, стоковый фотографии. Бәрі өшірін алады. Минимализм, бәрі бар нерде. Сіздер қызық жүрген дизайндардың бәрі бар. Сол қараңыздар, искусство коллажа, обои, фоны дейді. Нереально маяқтап. Қараңыздаршы, минимализм, таза минимализм. Мына суретті, мысалы, мына суретті алып сіздер скачать етіп, 3 кнопканы басамыз, скачать и скачать. Скачать. Блин, именно скачать элементр. Хорошо. Қазір көрсейін сіздерге. Давайте мынаны алып көрейік. Или жоқ мынаны. Сейчас скачать етіп жатыр. И бұны алып, мысалы қараңыздар, Photoshopқа салып. Қазір кірсін. Нерге қойып, оны тупо на төбесіне бір жеке бренд или тренды 2020 года деген сияқтылар жазасаңыздар, это нереально өтеді адамдарға, потому что мына суреттер адамның вниманиесін аудартады да. И нереально қазір хайп боласыздар. Мысалы сіздер осындай дизайндарды қолдансаңыздар, тупо мынау дизайн, это қазір өтпейді мына дизайндар, мен жасаған дизайндар, алдында жасаған дизайндар, точнее. Потому что мынаған, во-первых, қарау қиын, жазулар кішкентай, и элементтер көп, нереально. И адамның көзін ауырту жібереді да, адам қиналып кетеді да. Сіздер оны ойлауы керексіздер да, қазір реально адамдарға максимум қалай жасау керек. Мен ерге бір мощный нәрсе жазуды ұмытып кеттім. Әр дизайнге
10-30 минут. Реально. Если мен айтқанымды істейтін болсаңыздар, әр дизайнға 10-30 минуттан шешесіздер, кетіресіздер, точнее. Мен ана канваны қолданатын кезде бұрында бір күнде мен, я помню, 15 пост жасап тастаған едім. Тупо 5 сағаттың ішінде. Еще нормальный качествода мен. Пинтерестке оралайық. Пинтерест, блин, это нереально нечто, қараңыздаршы. Мынандай внимание аудартпай қоймайды адамға. Осыны жасау керек, мынандай ерін қойып, мынандай неше түрлі. Потом дальше артқа айтайын. Мынандай статуэткалар, это вообще мощный нәрселер, мысалы мынау да, адам қандай банальный нәрсе емес, бір түрлі да, и сразу адамның вниманиесі осыған алады, потому что қазір қазақша аудиторияда бұндай дизайн жасайтын адамдар аз ғой. Алғашқылардың бірі сіздер болады деп үміттенемін. Обязательно қолданыңыздар. Мысалы қойып үстіне жазу жазып қойса, мысалы өзіңіздің сторителлинг историяңызды жазып қоясыз, мысалы қалай маған картинкаға ұқсас қылдырасыз да, кішкене сторителлингіңізді, әңгімеңізді и уже жазып қоясыз, мысалы жерге маған жазып қойсаңыз, музыка маған қалай көмектесті деген сияқты қылдырып. Қайталап айтсам, бұны скачать ету үшін 3 кнопканы басасыз и скачать изображение, и все. Типа жазылды. И тура осындай качество болып жазылады. Қараңыздар, блин, это вообще нечто ғой. Қараңыздаршы мынаны. Мен білем, неше түрі, қараңыздаршы, мыналар. Российский сайттарды, бизнес нелерді, пабликтерді в основном осы жақтан алады. Мен сіздерге, достар, реально қазір мировой уровеньде қолданатын, бизнесмендер қолданатын сайттардың тізімін, олар қалай қолдану керек екені туралы айтып жатырмын. Достар, мынаны қазір сіздер қолдансаңыздар, қазақ аудиториясына реально сіздерге жететін адам болмайды. Сіздерге максимум пайдалы нәрсе беруге тырысып жатыр. Енді сіздер только қолдану керексіздер. Хорошо, достар, енді кеттік. Ең бірінші Canva-ға кірейік. Canva-ны білетіндер бар, білмейтіндер бар. Бірақ мен көп жаман нәрсе естимін да, типа Canva деген, ой, блин, ол туфта, ол фигня, ол качествосы онша емес деген сияқты. Ондай емес негізі. Ол адам, если сөйтіп айтса, ол значит, ол сөйтіп Canva-ны сөйтіп қана қолдана алады. Мысалы, қараңыздаршы, мен Canva-ны бұрында жасайтын, қазір мен жасамаймын. Так, последний дизайны. Canva ол, если сен элементтері дұрыстап істей алсаң, сол қараңыздар, мен ерге гамеге, мысалы, чек-листі через Canva жасадым да, мысалы, қараңыздар. Блин, мынау әдемі мынандай элементтер, қараңыздар, минимализм бар, мысалы, қараңыздар. Мынандай элементтер бар да. Это тема же вообще. Адамдар алады да, мысалы, тупо. Қараңыздар, мынандай біреуді алады да, қазір сіздер көрсеңізші. Готовый нервен бір дизайнды ала салады да, и тура соны үстінен басып жаза салады да, и айтады, блин, Canva, это же хреновый, не очень ғой деген сияқты алдаршы. Canva ол саған бір шаблонды берді ма, не значит, что сен оны полный тура сөйтіп қолдану керексің. Мысалы, артындағы цветі хреновый, білмеймін мен, мысалы, оның астына нерін регулировка жасайсың, мысалы, өзіңізге ұнайтын цвет таңдайсың, мысалы, сөйтіп барып істеу керек Canva-ны. А так ол Canva-ны жамандауға не стоит, потому что мен мощный дизайндар бұрында Canva-мен жасайтын. Чек-листтар, мен ең бірінші сіздерге дизайнын көрсем, бұл достар көбісі айтады, блин, мен жасай алмаймын депші. Если жасай алмайтын болсаңыздар, тупо бастап көріңіздерші, мен ең бірінші дизайндарын көрсем сізге Canva-мен жасаған. Міне, вот, блин, даже ялам мен осын. Вот мен осындай дизайн бір жасап берген бір неге, Мастер Медиа деген компанияға. СММщик болып берген кезде қараңыздаршы, это вообще не очень ғой, мынандай дизайндар жасайтын. Потом барып уже кішкене жасай келе, опыт жинай келе, кішкене мынандай жасайтын болдық. Потом әр компанияға осы жақтан жасадым мен. Английский школаларға жасайтынмын, неше түрлі. СММщик болып жұмыс істеген кезде. Мысалы, неше түрлері көп айтамын. Дальше уже кішкене көтерілді уровень, потом уже нормально жасайтын болдым, и дальше фотошопқа шығып кеттім. Хорошо, кеттік. Давайте Canva-мен жасап көрейік. Canva-мен жасау үшін ең бірінші, сіздерге негіз көрсететін, иә? Интернетке canva.com деп жазасыздар. И былай кіресіздер. Бұл жерге регистрация жасайсыздар, өздеріңіздің почталарыңызды тіркейсіздер, білмеймін, басқа Gmail, email, и потом нерде сіздерге шаблондар береді. Бұны айтайын, соткамен де жасауға болады. Соткамен оны өздеріңіз көресіздер. Тура компьютер сияқты, бірақ соткамен тез болады негізі. Оңай еще. Неше түрлі готовый нелер беріледі, нерде. Публикация, рекомендациялар шығып тұрады, мысалы, нерде.
публикация А4, презентация, мысалы бассаңыз, қараңыз, публикация в ВК и готовый шаблондар беріп тұрады, мысалы размерімен бірдей сондай шаблондар беріп тұрады. Қараңыздар, бұл да негізі нормально болады. Бірақ сіздер тупо канвамен қалып қалғандарыңызды қаламаймын, мынандай мысалы 10 дизайнмен. Чтобы сіздер кейін мынандай тартымды дизайн жасауға ұмтылғандарыңызды кейін қазір осы сабақты үйрететін боламын. Давайте кеттік. Біз шаблонмен емес, бір рет көрсетейін сіздерге, мысалы қалай канва жұмыс істейді. Қараңыздар, мысалы мына жерден готовый алайық. Қандай бар, әдемісін сәл-сәл. Қазір уже қатты ұнамайды бұл. Давайте аласайық. Публикация Инстаграм. Если готовый шаблондар шығады қазір. Міне кірдік, үстінен бастық. И мына жақта сол жағында бүкіл несі элементтер осы жақта тұрады. Ортада мынау пост тұратын жер. И давайте нерден сіздерге бесплатный беріп тұрады. И мынаны алайық сол. Все шықты нерге. Но сетка канва деген ол фотографиясы ол болмайды. Сатып алу керек. Хорошо. Готовый шаблон. Тексттің үстіне басасыздар. Өзгертесіздер. Барбекю деймін, мысалы, мынаның үстіне басасыздар, өзгертесіздер. Мысалы, текст басқан кезде нере шрифттар тұрады. Шрифттар, мысалы, Open Sans, Light, неше түрлі, потом размерлері тұрады, цветі тұрады, мысалы, нерен цветін былай өзгерте аласыздар, нерен неше түрлі цветтер. Блин, тема осы ұнайды маған. Потом жирный, не жирный, потом былай. Банальный нәрселер бәрі сіздер біледі деп ойлаймын. Потом нерге точка қоятын бар, нумерок. И дальше кеттік. Потом нерге сол жаққа қараймыз. Фото дегенге бассақ, нерде сіздерге уже качественный суреттер бұл да шығарып береді сіздерге. Бірақ нерде кейбіреулер про екен. Қараңыздар, неше түрлі таңдайсыздар. Нерге жазсаңыздар болады, фон деп мысалы шығарып береді. Мысалы қараңыздар, мына элементтер. Достар, сіздерге тағы да бір мощный ақпарат етейін бір. Қараңыздар, нерде мысалы платный элементтер бар негізі канвада. Білетін адамдар бар негізі. Хорошо. Қазір платныйына барайық. Оларды қалай тегін жазып алу керек туралы айтам. Қараңыз, қазір так не іздесек болады. Сол қараңыз, жерде доллар сұрап тұрды. Бұны аламыз, үстіне 2 рет басамыз и сохранить изображение. Потом сохранить и бізге нерге түсті. Бұны аламыз да қайттан нерге қоя саламыз и все, нерге келіп түседі, болды. Бұны аламыз да нерге қоямыз и бесплатный. Мен бұны жақында 1-2 ай бұрын ғана білдім. Все, мысалы нерде элементі дегенге давайте оралайық қайттан. Нерде сізге неше түрлі элементтер береді, мынандай. Оны былай регулировка жасайсыз, бұны да цветін өзгертесіз, сары қылдырасыз, өйстіп неше түрлі. Мен сіздерге қазір әдемі дизайн жасап отырмаймын, нерге оған достар, оған уақыт кетеді. Мен сіздерге қалай қолдану керек екенін үйретемін, и реально мощный советтер айтам. Дальше өзіңіз дизайнерский способностьыңызға қарап үйреніп аласыздар бәрін. Оны цветін өзгертейік, сол. Блин, былай қоя берсеңіздер болады элементтерін. Потом 3 бұрыш, 4 бұрыш. Мынандай градиенттер береді. Коронавируске мысалы шықты, блин, канва молодец. Фигуралар береді. Стикерлері береді. Стикер қалған кезде уже нерге скачать еткен кезде видео алдырамыз, по-моему, или гифка. Диаграммалар. Мұны қараңыздар, градиент дегенде нерде. Неше түрлі мынандайлар береді. Бұның бәрі бесплатный. Мынаны алып, мысалы, нерге инфобизнесмен болсаңыз, өзіңіздің суретіңізді қойып нерге жазу жасаңыз, вообще әдемі кетеді, мысалы. Хорошо. Бұл толық обзор канваға. Неше түрлі элементтер. Если платный болса, мен сіздерге бағана көрсеткенше үстіне 2 рет басасыздар. Или басқа Mac'та сондай, ал нете 2 саусақпен басасыздар Mac'та, ал басқа нете ноутбуктарда мышканың оң жағын басып скачать аласыздар. Блин, нері дофига негізі мұндай элементтер. Потом текст дейді нерде. Тексттері береді сізге, мысалы, основной текст, заголовок үлкен болып тұрады, мысалы, басасыз. Басасыз, и өзіңіз жасай бересіз, мысалы, неше түрлі нәрселер. Хорошо. Потом музыка жақында шықты, оказывается, музыка қоса болады екен нерге. Блин, это вообще мечта ғой. Қараңыздар. Потом музыка. 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 Потом музы
бұны музыка қосып мына жерге бағанағыдай стикерлер қосып скачать етсеңіздер болады. Еще видео қосуға болады. Блин, вообще шикарно. Потом фон өзгертесіздер. Загрузки дегенде сіздер өзіңіздің суреттеріңізді алып келесіздер. Мысалы скачинады аласыз да. Сосын тупо жібере саласыз. Өзі қазір загрузка болады. Менде сәл интернет қуып тұр. Көрейік қазір. Короче, канал загрузка бойынша біз қалай жазу керек, скачать ету керек. Оң жақта скачать деген батырма тұр. Соның шетіндегісін басамыз. Поделиться, презентация дегенде шығады, біз мына басамыз. Қазір сет қуып тұр. И ошибка дейді. Недоступен. Ошибка басамыз. Вернемся. Давайте басқа жақтан кіре салайық. Аламыз. Қайтадан сет тартты, наконец-то. Енді скачать етуді үйренейік. Давайте любой бір дизайнге басайық. Мысалы біздің дизайн дайын. Все, оған ризамыз. Әдемі суреттерімізді қостық. Мықты платный элементтерді тегін қостық. Мықты советтің арқасында. И давайте скачать. Сол жерде формат типін сұрайды, короче, PDF или JPG. Біз осыны аламыз. И не жерде 5 страница екен. Давайте бір страницасын аламыз. Все готово. И не жерде так. Размерін 100, качествосын 100. И все, скачать. Все. Маяқа өтті. Бұны аламыз өзіміздің телеграмымызға файл күйінде лақтырамыз. И все, соқтан ала береміз. Сотқа салатын кезде. Canva қысқаша осындай. Бұл жерден сіз андай слайдтар жасай аласыздар. Неше түрлі. Тура Photoshop сияқты әдемі қылдап жасауға болады. Мен сіздерге қазір бір нәрсе көрсетейін. Қараңыздар. Мынау фейковый аккаунт, бұрында мен жасаған едім да. И көбісі Canva-ны жамандайды, потому что елдердің бәрі осындай дизайн жасайды. Canva-да хреновый дизайн, реально, да. И мысалы мынандай дизайн жасаса болады адамдар, как қараңыздар, как это Photoshop сияқты, да. Минимализм бар, кішкене андай яркий цвета. Мысалы мынау да, мысалы это про Canva-да, мен айтатын сөйтпішім, мысалы андай, блин, это тема, да, мысалы. Минимализммен былай істесек. Это нормально, мысалы Canva. Шрифттары да әдемі, өзіне сәйкес. Ал міне мынау Canva, это, блин, это хреновый Canva, это. Көбісі осын қолданады, потом жамандайды Canva-ны. Наны мен өзім жасап көрген бір рет. И дальше начинающий SMM-щиктарға мен үйреткен едім. Личный коучинг қалып, олардың жасаған түрлері, мысалы. Бастаған кезде это нормально болады. Хорошо. И сіздерге так. Главный совет бұл жерде. Практика. Мен сіздерге айттым, басында мен дизайндарым, блин, это вообще хреновый болған. Мынандай дизайндар болған. Бара, потом уже фотошопқа көшіп кеттім мен. И смело істей береміз. Давайте енді мынандай жасап көрейікші. Мен көп әңгіме айтып кеттім, мынандай жасап көрейік. Осындай біреу. Айтайын, мыналар именно мынандай обводкалар болды, мысалы осындай андайлар, тиснение деген нәрселер бар фотошоптан. Бұлар Canva-да жасалынбайды. Canva-да қазір максимум көрсетсем, сіздерге создать дизайн дейміз, публикация в Instagram. Пока дайын бола берсін. И нерге кликті біз, мысалы, адамдардың көбісі, мысалы, мынау мүмкін жеке бренд деген осын жасап көрейік, давайте тупо. Нерге Pinterest'ке кіреміз. Pop Art Billie Eilish дейміз. Жерін неше түрлі дизайндар табамыз. Солынан басамыз да. И скачать. Все, Canva-ға кіреміз. И мынаны аламыз, нерге қоямыз. Нерге қойылған менде уже. Қойдық. Размерін келтіріп аламыз. Регулировка бар, көрдіңіздер ме? Ортаға қойған кезде мынандай шығады. И фонда басамыз, нердің цветін
естественно қара қалдырамыз. Добавить текст, заголовок, жеке бренд. Все. Қиын ештеңесі жоқ. Мынандай шрифтін өзгертеміз. Шрифт Sera Pro деген шрифт жақсы негізі. Әдемі, компактный, четкий көрінеді. Мысалы өйстіп саламыз. Все. Давайте енді примерно қайсын жасап көрсек болады. Мысалы мынау канвамен жасалынатын позиционирование деген примерно. Бұл жерде мынандай жасау үшін тоже мынаяқтан бір сурет тауып аламыз. Unsplash-тан или FreePic-тан дофига бір суреттер тауып аламыз да. Тупо цветін регулировка жасаймыз. Ашық цветтер, мынандай цветтер ұнамаса, мына жерін өзгертеміз. Былай шли мынандайға кетіп қалмаңыздар енді. Ашық цветтер қолданамыз. И мынаяқтан, как мынаяқтан айтқандай, мысалы бізге керек минимализм, яркицта, столько фотографий, әдемі шрифт, и все болды. И минимализм главное. Көзді ауыртпайсыздар, и нерге бір-ақ элемент, ол элемент хреновый элемент болмау керек, ол әдемі элемент болу керек. Не банальный, мынандай элементтер, мысалы мынандай, мысалы ананас, вообще адам тартады да. Сондай элементтерді қоя саласыздар, и все болды. Адамдар уже сразу анау көзі түседі, и оңай. И обязательно пост оқу керек, если заголовоктарыңыз нормально болса. Хорошо, канваны бітірдік. И дальше біз фотошопқа көшеміз. Мынаяқта фотошоп менде тұр. И бұл жерде, бұл фотошопта мен бүкіл дизайнды осы фотошоппен жасаймын. Мынаяқта бүкіл сіздердің үй жұмыстарыңызды беретін осы дизайндарды осы жерде жасаймыз. Барлығы соңғы пост. Қараңыздар, фотошоп қазір сіздерге тез өтіп кетемін, потому что бұны если үйренетін болсақ, нереально ұзақ үйренеміз. Основныйларын үйретейін, чтобы қалай тез бастап кету керек екенін. Тура Canva сияқты. Давайте нерге фотошопқа кірген кезде, если бар болса, файл дейміз, создать. Файл создать. Бірге бір создать етеміз. Все, создать етілді. И давайте бір не алайық. Pinterest'ке кірейік. Любой бір дизайн. Мысалы. Қазір мен көрейін үшін. Нереально, уже выбор көп болғаннан кейін уже, блин, как-то таңдай алмайсың, то есть сен аласаш, тупо. Скачать. Жоқ, бар ма екен тағы мощныйлар. Алдық мына жерге. Или жоқ сіздерге мен мынаны көрсетейінші қазір. Андай статуэткамен істеуді көрсетейін сіздерге примерно. Қалай оны обводка жасаймыз, өте тез, мощный үлгереміз оны жасауға. Хорошо, қазір статуэтка табайық. Бір уақытта. Мысалы мынаны да жасап көрсетейін сіздерге. Жоқ, мынаны қазір кесіп отыру ұзақ болды мынаны. Так. Шықпай кетті. істеп көрейік. Неше түрлі суреттер. Білін айта алмаймын енді. Бір түрлі суреттер де көп екен енді. Мысалы. Давайте так. Қайсын оған зеңдері. Мынаны алшы. Тезін салып, скачать. Еще фотошопқа қарай. Фотошопқа барамыз. Макта примерно мен үшін істеймін. Басқа ноутбуктарда қалай болатынын мен білмедім. Так. Өздеріңіз тауып аласыздар. Оңай ол.
Так. Мына жерде давайте мен сразу көшіп кеттім. Оны қараңыз, фотоны қойдық, фотографияны. И, естественно, ана шетіндегі элементтерін кесіп алуға болады. Кесіп алу керек, точнее. Оны біз үй саламыз мына жерде. Сол жақта выделение деген бар. Мына жерде быстрый и волшебная палочка деген. Волшебная палочка деген, ол басқан кезде, мысалы, көрдіңіздер ме, полный қандай цвет тұр, қандай цвет таңдадық, сол цветті өшіріп тастайды. Хорошо, так. Келесі екі рет басамыз, и быстрый деген бар да. Оны мысалы мына жақтан қараңыздар, мысалы мына жақтан. Ол жерде, короче, размері бәрі көрсетіп тұрады, типа минус, плюс, мынау былай таңдалады кәдімгідей. Цветпен байланысты таңдалады, мысалы көрдіңіздер ме? Өйстіп. Мысалы таңдалды, все. Бұны біз аламыз, мысалы таңдалды ғой, тез таңдалды. Ctrl-C-ны басамыз и Ctrl-V-ны басамыз. Ctrl-C и Ctrl-V. Осыны жете алыңыздар. И мынау копия жасалып бетіне шықты. Ctrl-C, Ctrl-V. Либо волшебный палочканы аламыз, қараны аламыз. Мысалы, жоқ қылдыру деген бар, мысалы, өшіріп тастау. Ол басылмай жатса, мына жерде мынау киісті аламыз, бетіне бір басып аламыз. И окей десек, смело өшіріледі. Бірақ бұның қарап тұрсаңыздар, шетінде мынандай қара нелер қалып кетеді да, сол үшін лучше бағанағы вариант дұрыс. Ctrl-Z пен артқа қайтарамыз. Потом мына жерде волшебная палочка деген аламыз. Блин, волшебная палочка деп қой. Быстрое выделение. Сол таңдай салды, и Ctrl-C, Ctrl-V. Бетіне копия шықты. Дальше артындағы элемент удалить етсеңіз, кішірейтеміз. Photoshop негізі қалай үйренесіздер Photoshop'та? Любой бір дизайн аласыздар, соны көшіресіздер, тупо көшіресіздер. Либо YouTube-та ашасыздар. Қандай да бір дизайн ұнап қалса, соны қалай жасау керек? 30 минуттық, 40 минуттық туториалдары, обучающий видеолар бар. Қараңыздар, оң жақта Photoshop'тың нелер тұрады? Слойлары, короче, фон, мына фон. Потом мына жақта цветтер тұрады. И на сол жақта бүкіл нелер тұрады, элементтер, қимылдататын, мынандай фигуркалар шығаратын бар да. Бұл сәл-сәл қиындау, маған қазір уже оңай болып кетті. Сіздерге сөйтіп түсіндіріп жатырмын да. Пипетка деген бар, анау пипетка, мысалы, жерде ол пипетка деген любой цвет, мысалы, үстіне бассаңыздар, кодын шығарып береді, мысалы. Жерге қайтадан бассаңыздар, мұның коды шығып тұр жерде. Қазір керек емес, давайте сразу быстрый старт басып кетейік. Суретті қойдық, мысалы, астына қарай қойдық, таңдадық. И оң жақ төмен жақта слой 1 деп тұр ғой бұл, слой 1 деп тұр. Үстінен мышкасы барлар оң батырман басады мышканы, и параметр наложения деген шығады. Соны бассақ, андай бір не шығады, бір окно шығады. Бұл жерде, мысалы, өздеріңіз шұқылап көрсеңіздер ғой, теснение деген бар, контур, обводка деген бар. Вот бізге обводка деген керек. Бұл жерде, мысалы, цветін таңдаймыз, мысалы, қандай цвет керек, мысалы, мынандай цвет керек па? Давайте сарын алайық. Сарын таңдадық, окей, кеттік. Размерін таңдаймыз, мысалы, былай сеп жасақ, қараңыздар, үлкейіп кетті, шлей. Мынау жақсы, мысалы, қараңыздар. Окей, все, жасалынды. Қайтадан басып көрейік. Параметр наложения. И мына жақта мынандай нәрселер бар. Внутренняя тень деген бар, свечение деген бар, глянец, ол вообще басқаша. Наложение цвета, короче, градиент деген бар. Көбісі мынандай нелер біледі, типа цветтен цветке өтіп кететін. Осы градиент деген. Шрифттарға осын қолдансаңыздар болады. Сіздерге қазір көрсем қалай екен. Внешнее свечение, потом тень бар. Бассаңыздар, мысалы, тень деген. Тень шығу керек мына жерден. Көрдіңіз ба, тень. Пока тень керек емес, бізге мынау ғана керек. И окей, все, бітті. И дальше мына аяқтан астыға түсірсек, мына жақта бүкіл элементтеріміз тұрады. Егер жазу жасақ, осы жерге шығады, мысалы, қараңыздар. Жазу жазайық. Цветімізге өтейік. Достар, қара деген 0,0 болып тұр, или коды, оны таңдамаймыз никак. Потому что природадан ой цвет жоқ, адамға ол біртүрлі әсер етеді. Поэтому сәл болсын қараны аламыз. И жазамыз. Так, не жасақ болады. Жеке бренд. Бұның ері Cera Pro деген и Shift.
жоғары жақта шрифттер тұрады. Сонан бассаңыздар дофига шрифт бар. Шрифттер туралы айтамын деп едім сіздерге. Ең жақсы шрифттер, по моему мнению, ол Sera Pro деген, потом Gotham деген и Montserrat деген и Open Sans деген бар. Ол пока қолданбаймыз. Мынаны бассақ, кішкене ол мынандай көзге жақсы көрінеді, кішкене маған өзіме ұнайды. Шомбой онлайн дизайнерлермен сөйлесіп, солардан үйреніп алатын постоянно осыларды. Қойдық. И фон цветін өзгерту үшін, қараңыздар, фонға басамыз, бастық, и астына барамыз да, мына фонды басып, нереде? Мынау нереде мынандай бір кружочек тұр ғой, біреу ақ, біреу қара, солған. Басамыз, и нереде цвет деген шығады. Все, ерін таңдаймыз уже. Неше түрлі. Достар, ашық цвет таңдаймыз, ашық, реально ашық. Мынандай кішкене. Потому что көзге сол адам тартады, и оңай болады да. Блин, көбісі жестко мынандай қиын цветтер таңдап тастайды да. Болады, по идее, если мерасын білсең. Мынандай негізі болады, бірақ максимум ашық цвет таңдай, хорошо? Мысалы, мына жерден былай мындай таңдап көрейік, все. Мына жерде примерін көрейік. Қараңызшы, мына жерде көбісі в основном ашық цвет. Аяқтары мынау. И давайте мынаны аққа өзгертейік. Все, примерно өйстіп аламыз да, үлкейтеміз, чтобы адамға көріну үшін. Не обязательно мынаны былай істеп, нерге дофига жазу жазуға. Блин, ондай істемеңдер. Вообще, если сіз оны таргетке жіберетін болсаңыздар, посттың бетінде 20% жазу болу керек та. Ол мынандай кішкентай. Либо бір үлкен бір жазу болу керек та, чтобы сразу заголовок мощный болу керек та, оқытатын адамды. Өйстіп қоямыз. Все, примерно өйстіп қоя саламыз. Любой элемент нерге. Сол қараңыздар қазір. Аяқта мен мысалы мынандайлар жасадым. Мынаны жасадым. Нерде мынандай элементтер көріп тұрсыздар ғой. Оны біз либо мынаяқтан жазып аламыз, фрипиктан бір элементтер, либо өзіміз қолдан жасаймыз, оны мынаяқтан жасаймыз. Былай бір бәле жасап аласыздар. Оны үйретпеймін қазір, достар, сіздерге өздеріңіз үйреніп алуларыңыз керек, потому что қазір көп уақыт кетіп қалды оған. Мен мынандай сурет таңдадым. Бағанағыдай басайық. Параметр наложения клик. И мына жерде свечение таңдайсың да, бұл жерде уже мынаны аласың да, короче, свечениемен ойнайсың, былай түсіріп тастайсың, жоқ қылып тастайсың, свечение қосасың кішкене. Либо алып тастасаң да әдемі, қоссаң да әдемі болады. Тең қоясың бұған. Свечение алып тастасаң, тең қоясың. Былай неше түрлі ойнауға болады. Мынандай кішкентай минималистичный элементтер қосып қоямыз, и все. Бітті, әдемі болды уже біздікі. Так. Аны таңдадық. Ондай шетіне бағанағыдай элементтер қоссақ әдемі болады. Бір-екі элемент, ішінерге жазудың артына фон қойсақ болады. Типа былай. Оңызда. Аны артқа кетіру үшін мынаяқтан оң жақта бүкіл элементтер тұрады деп айттым ғой. Соны мына жеке бренд деп тұр, не деші? Соның астына қоямыз. Все. Оның цветін өзгерту үшін тура бағанағыдай. Можно параметр наложения десек болады. Нерде наложение цвета деген бар, нерде басып нерді өзгертсеңіз болады. Қандай қылдырсаңыз. Блин, давайте өйстіп сесалайық. Все. Все болды. Минимализм. Окей. И нерде файлды басамыз. Сохранить как? Сохранить на компьютере. И нерден жазамыз. Мысалы, жеке бренд. Жазамыз любой оң. Нерде JPEG деген таңдаймыз. Photoshop таңдамаймыз, потому что Photoshop сотка оқымайды оны. Ол редактировать етілетін формату, поэтому сотка оқылатын ол JPEG. Все, мынаны жаттап аламыз атын, потому что қазір сотка лақтыратын кезде осымен іздеп тұрамыз. Все, сохранить. Наилучшее качество. Сіздерде мынандай болып тұруы мүмкін. Наилучшее дегенге қоясыз. И большой файл деген қоясыз. Окей.
Все, сохранение. Оны сіз телеграмға лақтырасыз, басқа жерге лақтырасыз, өзіңіз білесіз. Сол примерно осындай достар. Бұның бәрін сіз әр дизайнға если үйреніп алсаңыз, 1-2 апта құртып, өзіңіздің вкусыңызды дамытып үйреніп алсаңыз, әр дизайнға 10-15, 20, 30 максимум бір сағатқа дейін кетеді. Зато қалай етеді. Если сіз қараңыз, мысалы, бір дизайнға 10 минут кетіретін болсаңыз, сіз күніне қанша, мысалы, SMM-щик болып, бір аккаунттың бір айға дизайн, контент план сіз 2 күнде жасап тастай аласыз. Реально, мен 2 күнде жасап тастағам бір аккаунтқа. Но ондай не стоит, потому что контент өзгеріп кетуі мүмкін. Сіз ондай предвидеть ете алмайсыз, что алда не болатынын. Сол үшін жай жасай берген дұрыс. Уақыт алмайды. Мен когда SMM-щик болдым, мен страницаны жүргізген, мысалы, қазір сіздерге бір не айтайын. Пример көрсетейін, мысалы. Мынау өздері жүргізіп жатыр, қазір білмеймін. Почти сәтті. Бұрында, как июльде, наверное, июльде мен аналарды жүргіземін, канвамен жасайтын аналарды. Не очень, хотя болады кішкене болсын. Бәрін жасайтын. 4 ай жүргіздім бұларды. Мысалы қараңыздар, любой бір наны мен даже на дизайндарды мен соткамен жасайтын. Ол кезде менде ноутбук болмайтын. Реально соткамен жасаса, вот соткамен, канвамен, либо PicsArt. Реально фотошоптың как бы несі ғой. Неге жазып қойын. Соткада PicsArt деген программа бар. Ол мынандай. Тура фотошоп емес, бірақ почти сондай. Оны үйреніп алсаңыздар болады өздеріңіз. YouTube'дан қарап, примерно сондай. Хорошо. Қай жерге? Так. Мен наны, мысалы, дизайн канвамен жасайтыннан бәрін. Канвамен жасайтын кішкене әдемі. И сіздерге айтайын, примерно күнге дизайнға мен канвамен жасадым өзімде 15-20 минут құртатын. Текстқа бір, естественно, сен оны шлеймен бастаған кезде өзім отырып жазбайтын. Мен копировать ететін тупо. Ағылшыншадан алып қазақша аудара салатын, орыстардан алып көшіретін, бір-екі жерлерін өзгертіп, күніге мен сіздерге айтайын, максимум 30 минут бір постқа кететін. Полный бір пост, сторина, осыны шығаруына, ответ беруіне 30 минут кететін. И менің для начинающий екінші проектім болды, мен SMM-щик бастаған кезде, бұдан мен 50 000 теңге алатын. Күніге ойлаңызшы, 30 минут кетеді, и сен 50 000 теңге аласың. Тупо контент план құрып қоясың, мысалы мынандай, мысалы как смотреть фильм на английском деген, мысалы алдын ала дайындап қоясың, мысалы 2-3 күн бұрын. И тупо SMM планер дегенге саламыз, мысалы Құлан мырза айтты, соған салып қоямыз, и все, демаласың. И мынандай сен 4-5 проект алып алсаң, бітті ғой, 200 000, 250 000. Мен мысалы 130 000, 150 000 табатын, мысалы. Одан асамадым, конечно, уже өзім ішінде комплекстерім болды, блин, ондай проекттер жүргізгім келмеді. Примерно осындай, да? Қазір өздері қуып жатыр екен. Сөйтіп істеп алсаңыздар болады. Это нереально нечто. Canva деген и Photoshop. Вот Pinterest, FreePic, Unsplash үшеуі мощный сайттар сіздерге. Бұны мен именно Pinterest 1-2 апта болды тапқаныма. Сіздермен сразу бөлісіп отырмын. Блин, это қараңыздар, минимализм достар. Адам көзін ауыртпаңыздар, қазір адам көзін ауыртсаңыздар, уже клиенттің барынша соған ыңғайландыру керек та, бүкіл затыңызды. Примерно осындай. Бәрін сіздерге айттым деп ойлаймын. Осы 4-ін обязательно қолданыңыздар. Хорошо? Мощный совет болды деп ойлаймын. Достар, енді сразу өздеріңіз басып кетіңіздер. Хорошо, чтобы біз білу үшін отметить етіп посттарыңызға бізді салсаңыздар, бізді отметить етіп салсаңыздар, новый дизайн. Именно осындай мен жасаған. Біз біліп кішкене көріп қуанып қалайық. Либо біздің жекемізге жазыңыздар, отзыв ретінде, вот мұны қолданып отырық деп бізде кішкене қуанып қалайық. Сіздерге пайдасы тигенін біліп. Хорошо? Жаттағаныздар. Бүгін примерно бір 50 минуттық видео болды. Наверное, 40 минут. Максимум тез үйреттім. Дальше сіздерде бүкіл нәрсе сіздерге зависит етеді. Өздеріңіз дальше үйренесіздер, Canva'ны шұқылайсыздар, Photoshop шұқылайсыздар. Мысалы, мынандай логоны 15 минут жасап тастадым, мынандай лого.
әр дизайнды сосын мынандай сұрақ болуы мүмкін сіздерде. Мен SMM-щикпін ғой, дизайнды қаншаға сатсам болады? SMM. Мысалы бір дизайн жасап беремін да мен оғаншы. Сіз оны как минимум 2 и 5 мыңға сатасыз. Если те же салынатын болса, ал егер андай афишалар болады, как бы андай шоны көрсетейін сіздерге. Кәдімгі мысалы Қуаныш Мырза тұратын андай афишалар енді шлей бұндай істеу қиын, даже маған да қиын. Осындайлар болса, это уже примерно оларға сіз как 5 30-ға дейін алсаңыз болады. 30. Сіз маған құртатын уақытыңыз примерно 1 сағат, 3 сағат. Оларға 10 минут и максимум бір 30 минут болатын шығар. И все. Все болды. Аса қатты қиындығы жоқ. Либо отдельно сатсаңыздар болады. Қалай сатасыздар? Көбісі сұрайды маған, әлі WhatsApp-қа жазатыр, білейін мен қалай сатамын, супаны үйрендім, не істесем болады. Қуан Мырзаның айтқанын тыңдаңыздар, все, адамдар жылтыңыздар, адамдарға сторимен айтыңыздар, вот мен мынандай таптым деген. Енді особо бәріне айта беріңіздер, вот ана жақта мынандай бар екен, уже бәрі үйреніп алады, кейін потом только сіздерге ғана айтады мен. Айтасыздар, вот мынандай нәрсе жасап үйреніп көрдім, мынандай пост салып көрдім, оказывается мынандай екен, қызық екен, те же салынады, короче, мен қазір сатып жатырмын, вот мен мына компанияны мынанша теңгеге жасап бердім, оған мынанша конверсия болды, таргетке жіберді, и соның арқасында мынанша продажа жасады деп стори саласыздар. Именно сол посттарыңызға, продающий посттарыңызға таргет жіберіп көресіздер, видео жасайсыздар супамен анимационный, и уже универсал боласыздар. Уже практика жүзінде жасай берсеңіздер. Примерно бүгін осы, құрметті достар. Сіздерге барынша тез, эффективно ақпарат бердім деп ойлаймын. Алда осының бәрін қолданып, бізді отмечать етіп, посттарыңызға, сториңізге міндетті түрде салыңыздар. И сұрақтарыңыз болса, маған личкаға, немесе инстаграмға жазсаңыздар, мен міндетті түрде ответ беретін боламын. Сіздермен болған Ержанов Ағаділ, Қуан Мырзаның жеке project менеджері. Все, достар, сау болыңыздар, келесі көріскенше.